Сәлем баршаңызға, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында ақпарат, қаңтар оқиғасы қалай басталды, сол жөнінде айтатын боламын. 2022 жылы 2 қаңтар күні Жаңаөзенде газ бағасының 60 теңгеден 120 теңгеге қымбаттауына қарсылық білдіріп, жүздеген адам наразылыққа шықты. Кейін Маңғыстау облысының өзге өңірлерінде де наразылық жалғасты. Олар биліктен газ бағасын 50 теңгеге түсіруді талап етті. 4 қаңтарда кеш бата Алматының Алатау театры маңына жұрт жинала бастады. Атырау, Жаңаөзен және басқа қалаларда да наразылар тарамай тұрды. 3 қаңтар күні Жаңаөзендегі наразылар саны 3000-ға жетеді. Маңғыстау облысы әкімі Нұрлан Ноғаев наразы жұрт алдына келгенімен, олар оны қуып жібереді. Полиция қарсылыққа шыққандарды ұстай бастады. Осы күні Алматы, Шымкент, Ақтөбе және Астанада Жаңаөзендегі наразы халықты қолдап шыға бастайды. 4 қаңтар күні билік Маңғыстау облысында сұйытылған газ бағасы 50 теңге болады деді. Алайда халық шеру кезінде елдегі қымбатшылық мәселесін көтеріп, биліктің отставкасын талап етті. Наразылық Алматы, Ақтөбе, Шымкент қалаларында күшейе бастады. 5 қаңтарға қараған түні Алматыда жиналғандар республика алаңына келгенде полиция көзден жас ағызатын газ, шулы граната, резеңке оқ атты. Алаң маңында полиция көліктері өртенді. 5 қаңтар таңертең президент Тоқаев үкіметтің отставкасын қабылдады. Түс ауа Алматыда атыс басталып, белгісіз адамдар тобы қала әкімдігі ғимаратына басып кіріп өртеді. Прокуратура ғимараты да бүлінді. 6 қаңтар күні Тоқаев террористік бандалар шабуыл жасады деп Ресейдің ықпалы мол ұйымнан әскери көмек сұрады. Талдықорғанда жиналғандар елдің экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін құлатты. Тоқаев елден кетпейтінін, Астанада болатынын мәлімдеді. Ол Назарбаев басқарып келген қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын өз қолына алатынын жариялады. 7 қаңтар күні Тоқаев елге 20 000 содыр шабуылдағанын айтып, күшті құрылымдарға ескертусіз оқ атуға бұйрық берді. 2 қаңтар күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшысы Кәрім Мәсімов мемлекетке опасыздық жасады деген айыппен тергеу изоляторына қамалды. Ішкі істер мемлекетінің елде ұсталғандар саны 4404 адамға жеткенін, арнайы операция кезінде 26 адам өлтірілгенін, 26 адам жараланғаны хабарлады. 9 қаңтар күні Ішкі істер министрлігі елде ұсталғандар саны 5969 адам болғанын хабарлады. Оның ішінде 133 адам аса ауыр қылмыс жасады деген күдікпен изоляторға қамалғаны, 516 адам әкімшілік қамауға алынғаны айтылды. 10 қаңтар күні елде жалпы ұлттық аза тұту күні болды. Егер ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.